Ал Қарағандыдағы Шахтер кенті жұрты 30 жылдан бері жылу орталығына қосылуды армандаумен келеді. Өйткені көп қабатты үйдің тұрғындары жертөлесіне көмір түсіріп, пәтер ішінде от жағып жанбаған. Қанша әкім ауысса да мәселені шешетін шенді табылмағанына бұқара ашулы. Тілшіміз Жандос Бақытұлы анықтады. Бұл Шахтер кенті қалаға қарайды, облыс орталығынан таяқ тастам жерде орналасқан. Ертеде кеншілер үшін арнайы тұрғызылған қалашық. Кейін керегесі кеңейген, қазір мұнда 6000-нан аса адам тұрады. Сұрықсыз үйлердің терезесі мен балконынан мұржа шыққан. Тіршіліктің белгісі сол мұржадағы түтіні ғана. Вы знаете, одни слезы. Хочется еще пожить, а не выживать. Пәтер ішіне пеш қойған, баспалдақпен көмір тасу үйреншікті әдетке айналыпты. Тұрғындар қанша от жақсақ та үйдегі температура 14-15 градустан аспайды дейді. Это просто ужас. Бұл не деген сұмдық жайт? Көмір тасып үйдің ішінде от жағып отырмыз. Қай заманда өмір сүріп жатырмыз? Жертөледен көмірді үстіңгі қабатқа тасуға денсаулығым жетпейді. Амал не? Осылай тұрып жатырмыз. Үй от жақсақ та суық. Екібастұздағы мәселе бір жақты болғанымен Қарағанды қаласы Екібастұз көшесінде көп қабатты үйдің тұрғындары осылай үйлерінде пеш жағып көмір тасып жан бағуда. Жертөлелерін көмір қораға айналдырған жұртшылық 30 жыл бойы осылай күн көріп келеміз дейді. 60-тан аса көп қабатты үйлермен қоса мектеп пен балабақша да орталық жылу желісіне қосылмаған. Қыстап шығу үшін жылына әр пәтер 5 тонна көмір мен ағаш сатып алады екен. Өйткені аймақта жарықтың өзі тұрақсыз. Сондықтан электрлі пеш орната алмайды. Шарасыз шахтерлықтар әкімнен қайыр жоқ деп отыр. Акимы меняются как перчатки. Ну, а он не успеет один аким войти в курс дела, поменялся другой. Пока он в курс дела вошел, его уже опять на повышение. Да какое повышение? Их за это надо наказывать. Ал жауаптылардың жауабы дайын. Шахтер кентін жылуға келесі жылы қосамыз деп сүйіншіледі. Оған 2 миллиард теңге жұмсалған жоба аяқталуға жақын деп отыр. Шахтерский кенттің ішінде, межквартальный дейміз, квартал ішінде 5-7 шақырымнан 2 шақырымын салдық. Бұл жоба 2023 жылдың шілде айында аяқталды. Бөлім басшысының бұл жаңалығына кент тұрғындары селт етпеді. Жылу көп қабатты үйлердің маңына ғана тартылады, ал әр пәтерге кіргізіп алу тұрғындарға міндеттелмек. Оған қыруар қаржы кететіні жақсы біледі. Тіпті бір компания әр үйден 27 миллион теңге сұраған. Мұны елдің қалтасы көтере ме, жоқ па, бұл шенеуліктерді қызықтырмайтын секілді. Жандос Бақытұлы, Ерке Ұлантой Болдин, Айбат, жаңалықтар қызметі. Жаңалықтарымызды Айбат YouTube каналымыздан көре аласыздар. Сонымен қатар Instagram, Facebook және Telegram парақшаларынан оқи аласыздар. Ең қызық жаңалықтан қалыс қалмау үшін қоңырауды басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісіңіз.